ауыз ашуға асыққан дұрыс па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады, пенде ауыз ашуға асыға береді екен, ол жақсылықтың үстінде болады дейді. Қараңыз, сіз қаншалықты ауыз ашуға ынтызарменен күтіп, менің уақытты күтіп отырмын деп, құрмаңызды, суыңызды дайындап асығып отырған кезде Алланың мейіріміне бөленіп отырған адамсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, пенде ауыз ашуға асыққан сайын Алланың мейіріміне бөленеді дейді. Енді бұл жерде ауызға ашуға асық дегені уақыт кірмей ашып беру емес. Әрине, уақыт кіргеннен кейін ашу. Кейбіреулер қателесіп жатады, ауыз ашуға асығыңдар деген деп, күн батпай жатып аузын ашып беріп жатқандар болады. Алла сақтасын, егер де біреу әдейі ашып жерсе, күн батпай, онда ол кафаратын өтейді 60 күн. Ал егер де біреу асығып білмей ашып қоятын болса, ол бір күнге бір күн өтеп береді. Сондықтан ауыз ашуға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам асықтырған, уақыты кіргеннен кейін ауыз ашуға асығуымыз керек. Біз зікір айтып, басқа айтып, намаз оқып жүріп алмауымыз керек. Шам намазын сол ауызды ашып болғаннан кейін барып оқу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шам намазын ауыз ашпай оқымайтын еді дейді, сахабалар айтады.